Айгүл, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Бүгін өзіңізше болып отқан сияқтысыз. Маған солай көрініп тұр ма әлде? Білмеймін. Олай емес па? Кішкене бір жұлдыз ауруымен ауырып қалмадыңыз ба? Ондай жоқ, а? Жарайды. Сондай болып сезіліп қалды маған, достар, білмеймін екен. Біз бүгін сіздердің бойларыңыздағы өнер туралы әңгіме айтып жатырмыз. Қандай өнеріңіз бар? Мен кішкентай кезімде билеген. Расулдың көңіл күйі қалай екен? Ассалаумағалейкум, күшті барлығыңыз. Мен бүгін сіздердің бір ерекше қырларыңызды ашу жолында сұрақ қойып жатырмын. Бойыңыздағы біз білмейтін өнер. Мысалы, кішкентай кезіңізде мәнерлеп оқуға баруыңыз мүмкін, жақсы мәнерлеп оқуға. Өнерден. Немесе сурет сала. Жақсы көремін. Билеген ұнайды ол өзіме. Кәсіби айналысқансыз ба? Жоқ, кәсіби айналыспаған. Одан кейін основном а так өнерден қалай айтсам болады, бір өнер деп айтуға келе ма, келмей ма оны. Типа сол СММ жағынан жоқ? Визажист. Жоқ, ол да, иә? Бар жер, шашалықта, мужской. Болуыңыз мүмкін. Сурет сала аламын ғой. Бала кезде жақсы салатынмын. Бірақ қазір көп болды, қолыма қалам салған. Негізі жақсы сурет сала аласыз, е? Иә, андай ойланып, соған ынтамды қойып тұрып салсам әдемі шығады. Неше? Күй шерте аласыз ба? Жоқ, Сондай бір өнеріңіз жоқ. мен бауырларым шертеді. Маған бермей қалды. Суретті жалпы сол жағы, қол өнер шеберлігі жағы жақсырақ деп ойлайсыз, иә? Иә. Походқа барам және өзімен бірге мандарин алам. Майрадан сұрақ көріңізші, ол походқа барады, не алатын? Майра походқа Походқа отырайық. Жаңа қатысушы деп жатыр ғой, кім келген қойсын? Қыз келеді сияқты. Алдына ұл келеді деп ойлағанмын. Ұл көп болып кеткен сияқты ма бізде қыздар келсін. Айсақжан келсеші. Айсақжан келмейді ғой екен. Айжан, ой қатысушы деп жатыр ғой. Қай қатысушы келген қойсын? Ай, осы қатысушы келсе екен деп. Өз бақытын тапса екен дейтіндей. Деп білесіз бе, мен жаңа бет-бейне болса екен деймін да, қыз болса да бір жаңа адам болса. Мүлдем таныс емес. Мүлдем таныс емес. Иә, мүлдем таныс емес. Солай қызығырақ. Әлі әңгімеміз біткен жоқ қой. Нақты бір жан бар ма? Ай, осы жан келсе екен дейтіндей. Ондай жан жоқ. Прикиньте, ондай жан жоқ. Бұрында болатын мысалдар білсем. Бота келсе екен деп, ар жағынан анау келсе екен дейтінмін. Қазір ондай қатысушы мүлдем жоқ. Таныс жан келсін ба, әлде таныс емес пе? Возможно, үміткерлер келеді, либо жаңа бір түр келеді. Ойлаймын. Неге бұрынғы қатысушылармен қызық емес па? Бұрынғы қатысушылар болғанда мен прям аса қатты қарадым деп айтпаймын. Бұрынғы кезеңде этот сезон дейді ғой. Ал жаңа адам болса меніңше қызық сияқты керісінше.